Менің балам мүгедек. И? Жүрмейді, сөйлемейді, 12 жаста. Аха. Менен қандай көмек? Миымды өзгертуге сізден. Давай, ашық өзгертейік. Миымды өзгерту деген кезде бұл, это про что? Не туралы ол? Шынымен де миымды өзгерту. Шын, в прямом смысле миды өзгерту. Мидың қазір несі дұрыс емес сонда? Кәдімгідей менің миым дұрыс емес, өйткені бала өмірге келген кезде біз оны сау күйінде күтеміз. Ал өмірге еш нәрсе істей алмайтын бала келгенде сенің өміріне, сенің өмірің өзгереді. Сен өзіңе ешқандай, сен ол балаға не тәуелдісің, күнің тәуелді, әрбір күнің тәуелді. Жоқ, мен қазір бала туралы сұраған жоқпын. Мида не дұрыс емес соны сұрадым. Сіз айтып тұрсыз ғой, миды өзгерт деп. Өзгерту үшін білу керек қой, не